армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары, біздің қандас бауырларымыз, жаларымыз, әріптестер. Бүгінгі біздің шарамыз рухани даму ортақ болашақ тақырыбындағы сіздерменен сұхбатымызға қош келіпсіздер. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша 2020 жылдың қорытындысы бойынша 13 миллион адам тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды. Қазақстанға келген қандастардың Қытай халық республикасынан келгендер 31,3, Өзбекстаннан келген 8,7%, Түркменстаннан келгендер 3,7 миллион. Біз тығырықсыз заманда қардай шашылып кеткен қандастардың атамекенге жиналған әлемдегі 3 елдің бірі екенбіз. Біздің Қазақстанға жан-жақтан тараған қандас отандастарымыздың қабылдаған елдің бірі біз Қазақстан болып саналады екенбіз. Енді бүгін біз қонағымыз осы шарамызға келіп отырған Айтмұхамбетұлы Қатыран атамызға, өзіңіздің отаныңызға келетіндегі сезіміңіз жайлы кішкене бір сұхбаттап берсеңіз, оқырмандарымызға сөз кезегі сізге берсек. Жарайды. Енді онда мына әсіресе жас ұрпақтарға қарағанда біз ойдан жақтан келдік дейміз, жерді сағындық, туыстылар сағындық. Оралман атағын алдық, қандас атағын алдық. Шықып келіп шыққан жеріміз осы болғандықтан кіндік кесіп біздің ата-бабаларымыз. Келген жаман болғанымыз жоқ, қаппай болғанымыз жоқ. Ел қатарында өздерін көріп осында өмір сүріп бара жатырмыз. Енді біздің кейінгі ұрпақтар оралман болмайды. Бұл туған сендер, туған кіндік кескен жерден өшір. Бізден тең болмайсыңдар. Сендер өшірдің бұрын туған адаммен тең боласыңдар. Қазақстанның ұрпағымын деп бұлай кеудеден келіп сөйлеуге оқып түсіңдер. Елімізде қазағымызды көргенде қуанамыз, аралағанда жүргенде ешкімге жалынбайсың, қайда барсаң қазақ. Біз ол жақта ешқайда көп жүре алмаймыз, тіл білмегендіктен негізі бір Қытай ғой, бір негізі ол жақта. Бұл жақта келгенде қалай осында кетіп жатамыз. Алысқа да барып жатырмыз, жақта да барып жатырмыз. Енді қысылмайсың, өз тілің, өз ұлтың, өз серің болып кеткен. Еліміз көркейе берсін, мемлекетіміз дами берсе жаман болмайды. Қазақ артымыз шығып тұрсын, жақсы деген. Қанша жасыңызға келдіңіз? Сіз де кішкене тоқтап кетіңіз? Мен ғой 1959 жылға келіп өкімет көшіруге келген мен. Қытайдан келіп өседі жер екен, Өсек деген ауылға келдік. Әкемнің жүрген жері, басқан жер екен. Бірақ келіп көшіп алдында. 19 келдік. Мен оқыдық осы бір-екі жыл. Содан малға шықты, малшы болдық әйтеуір. Құрметті оқырмандар, енді қандас бауырларымыз, Қатыран аталарымыз, ауылымыздың қариялары қазір енді сіздерге денсаулықтарың мықты болсын, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Олардың осындай жақсылықта кездесіп жүруге қоя алған нәсіп етсін енді. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Дұрыс.